11-ші дәріс масс-медиа технологиялар және қоғам. Бұқаралық коммуникация ұғымы, бұқаралық коммуникация тұжырымдамалары, бұқаралық коммуникация жүйесінің құрылымы және құралдарындағы жарнама. Бұқаралық коммуникация ұғымы, коммуникация, байланыс, ақпарат термині латын тілінен communication. Және коммунер, хабарлау, әңгімелесу, байланысу деген сөздерден шыққан ғылыми әдебиеттерде 20 ғасырдың басында пайда болады. Коммуникация бұл адамдардың тіршілік әрекеті үрдісіндегі олардың өзара әрекетінің ерекшелікті формасы. Бұқаралық коммуникация тұжырымдамаларында жалпы алғашқы зерттеулер 20 ғасырдың басынан бұқаралық жөнінде коммуникация зерттеулердің негізі Габриэль Тарт, Лебан, Лавров, Михайловский, Киреева, Сорокин еңбектерінен қаланған. Алғашқы бұқаралық коммуникация туралы тұжырымдамаларда бұқараны тобырдан бөліп қарастырған. Тобыр адамдарды басқаруға қабілетсіз және мүлдем жауапкершіліксіз қылады. Габриэль Тарт өзінің тұжырымдамасын өз әріптесіне қарағанда тереңірек қарастырады. Лебан секілді Тарт адам тобыр арасында тым эмоция берілгіш, саналы ойламайды деп есептейді. Бұқаралық коммуникация жүйесінің құрылымы. Жалпы өркениетті қоғамда баспасөз, радио және теледидар өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Адам санасына әсер ету процесінде бұқаралық ақпараттық коммуникация әрбір арнасы жанрының ерекшеліктері бар. Баспасөз. Баспа өнімдеріне газет, журнал, кітап, альманахтар жатады. Бұл жалпы бұқаралық коммуникацияның құралдарының артықшылығы. Белгілі бір материалдарды маңыздылығын анықтауға мүмкіндік алады, мәтіндік болады, сақтап қалуға, өзін қызықтырған тақырып бойынша мәліметтер базасын құру мүмкіндік бар. Оқырман баспа өнімдерін терең талдау, игеру үшін қайта оралады. Газет немесе журналды өзімен бірге алып жүріп, үзілісте уақыт бөлуге мүмкіндігі бар. Баспасөздегі ақпарат танысу психология тұрғыдан жайлы жерде іске асады. Келесі тарихи тұрғыдан пайда болған бұқаралық коммуникацияның құралы бұл радио. Радио ең жедел ақпараттандырудың арнасы және ең жайлысы болады. Қаржы жағынан ең жалпы ұтымды, қолжетімді құрал деп есептелінеді. Және ақпаратты хабарлау, қабылдау қымбат техникасыз таралады. Және қол үзбей радио ақпаратты тыңдауға, өз жұмысынан қол үзбей тыңдауға болады. Келесі түрі телевизия. Телевизияның өзінің ерекшеліктері бар. Бұл әдетте экрандық түрі, хабардай тікелей беру мүмкіндігі болып жатқан оқиғаны бір уақытта және кескін арқылы көрсетуін теледидар дейді. Теледидар ойын-сауықтығын аудиторияны қызықтыру мен назарын ұстап тұруда сан алуан ойын-сауықты берудің алуан түрлі тәсілдерін қолданады. Енді осы бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама адам өмірінің барлық кезеңінде болып, саудамен және айналым мағынасын білдіргенмен, оны көпшілікке бағытталу, мыңдап тираждалу ақпарат құралдарының нарығының пайда болуымен өркендейді.